Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз статистикалық деректер және олардың сипаттамалары, арифметикалық орта, мода, медиана, құлаш. Мақсаттары. Оқу мақсаттары. Бірнеше сандардың арифметикалық ортасы, сандар деректердің құлашы, медианысы, модасының анықтамаларын білу. Статистикалық санды сипаттамаларды есептеу. Бірнеше санның арифметикалық ортасы деп сол сандардың қосындысын қосылғыштар санына бөлгенде шығатын бөліндіні айтады. Мысалы, біздерге 3 оқушы берілген. Оқушылардың бәліштер саны әртүрлі. Осы оқушылардың бәліштер санын қосып аламыз. 2 қосу 4, қосу 6 тең 12-ге. Енді сол 12 санын оқушылар санына бөлеміз. Яғни 3-ке бөлеміз. Ол 4-ке тең. Сонда арифметикалық ортасы 4. Берілген сандар қатарының өзгеру құлашы дегеніміз ондағы ең үлкен мән мен ең кіші мәннің айырмасы. Мысалы, 10,7, 1,5, 8, 12, 17,1 сандарын алайық. Осы сандардың ішіндегі ең үлкен мән ол 17,1-ге тең. Ал ең кішісі 1,5. Осы ең үлкен мән мен ең кіші мәннің айырмасы 15,6-ға тең. Берілген сандар қатарындағы жиілігі ең көп сан сол сандардың модасы болады. Мысалы, 6,1, 7,5, 0,3, 6,1, 0,2, 6,1. Бұл жерде жиі кездесіп тұрған сан 6,1. Сондықтан 6,1 модасы болады. Мысалы, біздерге бірнеше көйлектер берілген болсын. Сол көйлектердің ішінде жиі кездесетін түс қызыл түс. Яғни модасы қызыл түс болады екен. Медиана дегеніміз шамалардың орташа мәнін сипаттайтын статистикалық сипаттама. Медианын табу үшін берілген сандарды өсу немесе кему ретімен жазу керек. Егер сандар саны тақ болса, дәл ортадағы сан медиана болады. Мысалы, 2, 7, 9, 15, 27, 38, 40 сандарын алайық. Сол сандардың саны жетеу. Яғни тақ сан. Медианасы Қ ортасындағы сан 15 болады. Егер сандар саны жұп болса, дәл ортадағы екі санның арифметикалық ортасы медианы болады. Мысалы, 3, 5, 8, 10, 15, 21. Сандар саны 6. Яғни бізге мысалда 6 сан берілген. Ол жұп сан 6. Медианасы ортадағы екі санның, яғни 8 пен 10 сандарының арифметикалық ортасы болады. Сонда 8 қосамыз 10-ға, қосындыны 2-ге бөлеміз, ол тең 9-ға. Келесі тест тапсырмаларын орындайық. Бұл тапсырмалардың жауабын А немесе Б. Дұрыс емес деп белгілейміз. Келесі тапсырмалар. Бірінші тапсырмада арифметикалық ортасын табамыз. Екінші тапсырмада модасын табамыз. Үшінші тапсырмада өзгеріс құлашын табамыз. Төртінші тапсырмада медианысын табамыз. Сабағымыз осымен аяқталды. Үйге тапсырма 1191, 1192 сабақ. Есеп. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.